Құлагер тұлпар еді. Ілияс ақын еді. Тұлпарды да, ақынды да тағдыр аямады. Бірақ олар өлген жоқ. Олардың дауысы мәңгілік. Қазақ әдебиетіндегі шоқтығы биік тұлғалардың бірі Ілияс Жансүгіров. Ол поэзияны өнердің шыңына көтерген ақын. Оның шығармашылығында табиғаттың әсем сұлулығы, халықтың тұрмысы, әділетсіздікке қарсы күрес пен өнерге деген ерекше көзқарас керемет көрініс табады. Ақын қаламынан шыққан ең озық әрі ерекше шығармаларының бірі «Құлагер» поэмасы. Бұл шығармасында автор қоғамдағы әділетсіздік пен қастандықты ерекше сипаттап қана қоймай, жүйрік тұлпардың тағдыры арқылы Ілияс Жансүгіров халықтың жан айқайын, ер азаматтың мұңын асқан шеберлікпен жарлайды. Құлагер Ілиястың Ақан серінің өміріне арналған поэмасы. Ақан сері 19 ғасырдағы қазақ елінің рухани мәдениетінің тарихынан елеулі орын алатын белгілі өнер қайраткері. Ең алдымен поэмада Ақанға кең көлемде мінездеме беріледі. Ақан сері қазақтың өнерлі, еркін ойлы азаматы. Оның құлагері жай ғана бәйге аты емес, оның сенімді серігі, қанаты. Еремен етегінде ит ұлып тұр, құлагер жатып алды көк шалғында. Күрсініп қара жерге көзін ашты, жан бітіп жанарында жас жылатты. Ілияс Жансүгіровтың құлагері қазақ даласының шежіресі. Бұл тек тұлпардың трагедиясы ғана емес. Бұл әділеттілік пен қиянаттың күресі, адалдық пен зұлымдықтың тартысы. Құлагер өлмес шығарма. Оқы, түсін, жүрегіңмен сезін.